Бірде күйеуім іс-сапарға кеткен кезде үйдегі раковинам бітеліп, мүлдем су ақпай қалды. Әдетте істеп жүрген тәсілдерімді жасасам да, суын бір ағыза алмай қойдым. Амал жоқ, күйеуім уайымдамасын, жұмыста жүргенде алаңдамасын деп, оған ештеңе деп айтқан жоқпын да, үйге интернеттегі хабарландырудан іздеп тауып, сантехник шақырттым. Басқадан гөрі өз ісінің маманы қарағаны дұрыс болар дедім. Сантехникпен байланыстым, кешкі 9-да ғана босайтынын айтты. Жарайды деп келістім. Тура 9-ға 2 минут қалған кезде есікті қағады. Пунктуальный сантехник екен. Мәз болып есігімді ашып, үйге кіргіздім. Күз мезгілі еді, күн болса қара суық. Сөйтіп аяп кетіп, ыстық шайымды беріп, ыстық тамағымнан ауыз тигіздім. Ол да бір мұсапір, бір адам баласы ғой деп. Шай ішіп отырған кезде жылы-жылы әңгімелестік, ағалы қарындастай болып. Содан ой деп қылқ ете қалды. Бір жері ауырсынғандай болды, өзім түсінбей қалдым. Не болды деп сұрап едім. Бүгін көп жұмыс жасап, белім көтертпей жатыр дегесін. Әкелін сонда кішкене массаж жасап берейін дедім. Онда тұрған ештеңе жоқ қой деп. Мен өзім негізі сертифицированный массажист едім. Аяқ қолын белін уқалап бастап едім. Артына бірден бұрылды да, менің таң қалып тұрған еріндерімнен сүйе жөнелді. Мен де ештеңе түсінбей, сүйе салдым, өйткені оның еріндері ып-ыстық, жып-жұмсақ, шиедей еді еріндері. Үлкен кәдімгі еркектің қолдарымен менің белімнен ұстап, өзіне қарай қысып, құшақтап сүйген кезде, мен де өзіме ерік бере алмай қалдым. Мені ақырындап шешіндірді де, екеуміз бір керемет ләззатқа бөлендік. Рас айтам, ондайым жоқ еді. Күйеуіме адал, тып-тыныш өмір сүріп жатқан, ешкіммен шаруасы жоқ адам ем. Күйеуіме қыз болып күйеуге шыққаннан кейін одан басқа еркекті көрмеген едім. Біраз раковинамен қиналып, раковинама істелгеннен кейін көңілім көтерілді ма, бірақ былай қарап тұрсаң, болмашы дүние қатты қуанатындай да реті жоқ. Бұл ойым мүмкін жай сылтау шығар. Әлде менің күйеуім төсек жағынан көңілімнен шықпай ма мүмкін. Сонымен тоқ етері біз сантехник екеуміз болдық. Екеумізге де ұнағандай. Бірақ осы кеткеннен кейін ол сантехник маған тура 2 ай хабарласпай жоқ болып кетті. Қасымда күйеуім болса да, күйеуіммен жатсам да, тұрсам да, іштей тек соны ойлайтынмын. Неге жоқ болып кетті? Ұнамай қалдым ба? Әлде әйелі бар ма екен, отбасы бар ма екен, талғамы басқа ма? Неге ғайыптан ғайып жоқ болып кетті деген сұрақтар туындап, маған күнде маза бермейтін. Қоңырау шалған нөмірлердің барлығын сол күні-ақ өшіріп тастаған ем. Жарнамаға кірсем, дәл сол хабарландыруды таппай қойдым. Бір күні түсте бір белгісіз нөмір қоңырау шалды. Кім екен деп көтерсем, менің сантехник. Сол кездегі қуанғанымды көрсеңіздер ғой. Алло деп телефонды бірден алдым. Сен біздің қайда жоқ болып кеттің? Неге хабарласпай кеттің дедім бірден. Күйеуің қайда деді. Жұмыста, ертең келеді жұмыстан. Келе бер үйге дедім бірден. Жарты сағат болмай үйге жетіп келді. Сөйтіп кешкі ас іштік, көңіл көтердік, құшақтап біраз жаттым. Езуімде күлкі, өмірге мәзбін. Құдды бір бақыт әлемінде жатқандай. Таңертең ұйқымнан оянсам, қасымда ешкім жоқ. Ояна салып қоңырау шалсам, бұл нөмірмен байланысу мүмкін емес дейді. Айнаға қарап біраз ойланып тұрдым. Қайда кетті тағы да? Неге маған айтпады, неге маған ескерте салмады? Сөйтіп біраз басым қатып айнаға қарап тұрсам, бір қарап қалсам, құлағымда алтын сырғамның жоқ екендігін байқаймын. Ойлаңыздар, өзіме сенбеймін, мен ұйықтап жатқанда шешіп тастайтын әдетім жоқ еді. Мен бұл сырғаны таққаннан кейін ешқашан шешпедім. Сөйтіп бірден саусақтарыма қарасам, саусақтарымда сақиналарымның біреуі де жоқ. Ойлаңызшы. Сөйтіп жүгіріп барып сумочкамды ашып, кошелегімді ашсам, оның ішінде бір тиын қалмаған, тап-таза. Телефонымда ақша жоқ. Сенесіздер ма? Бұндай тек кинода ғана болады деп ойласам,
өзім ештеңеге сенбедім. Әлі күйеуім алып кетті ма маған айтпай. Бірақ күйеуім алды күні кетті. Кеше ғана құлағымда сақиналарым барлығы түгел болды. Мен кімнен сұраймын енді, қайда кетті, кім? Мен оның тіпті номері жоқ менде оның. Не хабарландырудың арасынан номерін таба алмадым. Соңғы номер өшірулі тұр, онда номерді баса да тіркелмеген дейді. Сонда маған ол номермен қалай звондады, әлде бірден лақтырып жіберді ма? Сонда ол алаяқ болып тұр ғой. Мен сенесіздер ме, тіпті ол адамның есімін де білмеймін. Хабарландыруда тұрғанда аты Айбат деп тұрды, бірақ Айбат деп атасам, ол маған қарамады үйге келген кезде. Полицияға қоңырау шалдым. Ол адам туралы ақпарат сұрады, ал мен ол туралы ештеңе де білмеймін. Тіпті атын да білмеймін. Біздің домда камера ештеңе жоқ еді. Үлкен өкінішке қарай. Қанша әбігерге салынсам да ештеңе шығар емес. Себебі менде ешқандай ол туралы информация жоқ. Күйеуіме де айта алмаймын. Оған айтсам, артым ашылып қалады деп қорықтым. Өтіріктің арты бір тұтам деген. Неге ғана оған жырпылдап онымен болдым екен? Раковинамда бітелмейтін кезде бітеліп, жынданып жылап алдым. Уақыт өте барлығы ұмытылды. Күйеуім туған күніме алтын набор сыйлады. Адамның өміріндегі кез келген сәтсіздік пен қателік адамға сабақ болып, адамды шыңдай деген. Енді ондай қателік жасамаспын деп өзіме сабақ алдым. Қасындағы бақытымды елемей, бақытты өзге адамнан көргенім үлкен қателік болып басыма дейді. Сенбі-жексенбі біздің жақта жәрмеңке болатын. Күйеуіміз екеуміз үйдің қасындағы жәрмеңкеге бармай, қаланың сыртындағы жәрмеңкеге баратын болдық. Ол жерде жүрсек, сол сантехникті алыстан көзім шалып қалады. Қасында бір бикеші бар. Әйелі ме әлде, кезекті жайырды басыма, оны білмедім. Бірақ ол адамға мүлдем жақындамадым. Күйеуіме өзімді жайсыз сезініп тұрмын деп, үй жақтағыға барайықшы деп көндіріп алып, үй жаққа кетіп қалдық. Жол бойы басым қатып, ойлап келдім. Неге қасына барып бетінен шапалақпен тартып жібермедім екен? Неге мен одан қашып кеттім? Құдды бір өзім кінәлі адам құсап деп сабама кеп, жарар енді басымды керек емес адамдармен қатырмаған дұрыс шығар деп өз-өзіме келдім. Ондай адамдармен мүлде таныс болмаған да дұрыс. Сондықтан да кез келген хабарландырудан жарнамалар көрсеңіздер, осындай қателіктерге ұшырап қалмаңыздар. Менің сабағымнан сіздер де өздеріңізге керектіні, өздеріңізге керек нәрсені, пайдалы ақпаратты аларсыздар деген ойдамын. Күйеулеріңіз бола тұра басқа еркекке көз салып, басқа еркекпен сөйлесіп, ондай жаман нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Себебі ол бір күні болмасын, күндердің бір күнінде ашылатын нәрсе. Сондықтан да өздеріңіздің таңдауларыңызға адал болыңыздар. Сол кезде сіздердің өмірлеріңізде отбасыларыңыздан басқа проблемалар болмайтын болады. Қазақша каналға қолдау білдіріп, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл оқиға шынайы өмірде болған, өмірден алынған оқиға. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.